Қосылды ма? Кино сүйер қауым, біз Батыс Қазақстан облысындағы алғашқы балалар кино студиясымыз. Сіздер бүгін біздің тағы бір тамаша туындымызды көруге келдіңіздер. Сіздер бізді қолдасаңыздар, біз таң қалдырудан жалықпаймыз. Ендеше экранға сәл жақын отырып тамашалаңыздар. Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Айтпақшы, бұл балалар киносы, ұмытпаңыздар. Жазсам болады. Былай дейшеш. Жұлдызда аспан, айлы түн, бетінен сүйдім қайырлы түн. Бә, қазір күндіз ғой? Солай бірақ. Тоқта, онда былай деп. Ашық аспан, ыстық күн, бетінен сүйдім қайырлы күн. Дешкен. Ох, йо. Досым, ана жазуың қате ғой. Ана қыз түгіл. Қайта оқысаң өзің түсінбейсің ғой. Қазір дамыған заман телефонмен жазсамайсың. Тиіспе жаза берсін. Жүректегі қағазға жазып берсең, жүрекке жетеді. Ойбай. Ана жазуым тіп-тікке жүрекке барады деп айта алмаймын. Ал жақсы. Он сағың айтып жүр. Үлкен ағам. Сен үлкен ағаң әлі үйленген жоқ қой, білесің бе? Махаббат дейді ғой. Аған хат жазуды үйреткенше басынан бастап әріпті үйретпейсің бе ма? Ой, қойшы. Аңсар, қаладан ауылға көшпеуге болмай ма? Ойлаш, қанша жылдан бері театрда жұмыс істеп, енді жақсы рөлдерді алып көтеріліп келе жатыр едім. Алдында ғана жылдың үздік актрисасын алдым. Ертең жақсы киноларға түсіп жатсам жақсы емес пе? Пожалуйста, Аңсар, апам да қалада тұруды көндірейікші, а? Ай, оған Райхан апам көнбейді ау. Шал кеткелі қаран шаңырақ тастамайым деген. Кім, жолыңа қараш? Білем ғой, өз шешем ғой. Осы ма естігің келген? Айттым ғой мен саған, талқыланбайды. Иә, құрметті тыңдармандар, тақырыптан алыстамайық. Балалық арман орындалды ма деген тамаша тақырыпта екенімізді есте саламыз. Жалпы адамдар балалық арманға жетіп тұрып, қол үзіп жатады. Осыған орай қонағымыз бар. Бала мен спортшы. Радионы ауыстырасыз. Радионы? Арман-ай, тым алысқа әкеттің ау сен мені. Қайғыма, қуаныш па, әуре боп жүрмін бәлде. Өзіңсің. Ай, қыздар, бәрі дайын ба? Реттедіңдер ме? Шай қоюлы ма? Ой, пырмай, бісмілі. Ау. Ағам мен жеңгем ауылға расымен бір жылы келе жатыр ма? Иә, қызым. Енді ағаң мен жеңген қасыңда болатын болды. О, Райхан апа, енді келін жұмсап, қолыңыз заратын болды ғой? Шүкір. Апа, неге олай дейсің? Кешіріңіз. Мен жай ұлдайдың қолы босайтын болды ғой деп айтқым келген. Иә, менің ұлдайым бір қырып шаруа жасап жатқандай.
Менің қызым деген ол осы үйдің ханшайымы ғой. Ботақаным, сол қошақаным, менің. Анашым. Ал. Кішкентай қыз емеспін ғой. Өй жаным сол. Мен неғып тұрсыңдар? Қане шаруаларыңды реттеңдер. Кім едіңіз? Ханшайым. Ерке ханшайым. Олдай деген ханшайым қалай болады екен, Не қалай дейсің? Қарға баласын аппағым десе, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ой, я. Осы мақалдамасам болмай ма? Әні келді. Олдай ханшайым. Аған келді. Анашым, жаным, қалайсыз? Аманбыз өздері қалайсыңдар? Ой, жаным. Немерем қайда менің? Немерем қайда? Ой, қошақаным, ботақаным, ал ботақаным. Сәлем бердік. Көп жаса қызым. Қалайсың? Құшақтап алайын тұра тұр. Қалай жеттіңдер? Жол жақсы ма екен? Не қылса, ішке қарай кіреміз, әлде дастарханды осы жерге әкелейік па? Олдай ханшайым. Шынында да не қылып тұрмыз? Қане, ішке кіріңдер, төлетіңдер. Жүр. Қыздар, ана заттарды алыңдар. Жүр. Балам, сен осай өзің кіре бер. Мен сенің аяқ киіміңді шешейін. Ал мінекей, ыстық ас келді. Қане балаларым, қош келдіңдер. Барымен тамақ алып отырыңдар. Бұл менің ұлдайымның пісірген асы. Қарындасым өсіп қалыпты. Жарайсың. Қолың дерт көрмесін. Ұйқыдағы уянды. Каска қайда? Ой, Марал. Қалайсың қызым, кел. Жақсы. Апа, Арман мен Ансар қайда? Әні есік алдында жүр. Бағана ертемен тұрып, шайларын ішіп алған. Апа, ренжімен, ұйықтап қалдым мен. Жоға, сен демалсын деп өзім оятпадым. Рахмет апа. Жарайды, кәне, шаруаңды істе, сонан кейін асықпай шайыңды ішіп аларсың. Олдай, жеңген ерке екен да. Қош, онда тұрғаны бар. Актрисалар ерке болады деп еді. Рас екен. Жеңге. Ау? Сіз сонда шынымен де актрисасыз ба? Я, неге сұрадың? Күшті. Сонда қалай? Олдай, маған оны тауып бер деп сөйлейсіздер ма? Жоға, неге бірден сөйтіп ойлайсыңдар? Керісінше актриса деген шынайы сөйлеу керек, өмірдегідей. Негізі мен де актриса болғым келеді. Бірақ мама қарсы. Қош? Қайдағы жоқ мамандықты таңдап деп. Ертең бозылып кетесің, анау мынау қысқасы қарсы. Әйтпесе менен күшті актриса шығады ғой негізі. Сен Ештеңе етпейді. Аңсар келіп қалыпсың, қашан келдіңдер? Сау. Қалайсыңдар? Жақсы. Ай, жақсы болды келген. Маман қайда? Мұндамын. Ой, Райхан, қалайсың? Шүкір Аллаға. Ай, бүгін контор жаққа келмедің ғой. Ай, уақыт бар ма? Көрінбей, балдарым келіп жатыр. Ай, дұрыс болған. Әлгі Сәлиманы айтам да. Сататын заттарын әркімге үлестіріп, ең соңында енді ақшаларын жинай алмай, зарға ақсап жүр. Енді? Әй, соған сауда не керек десейші, а? Иә. Райхан маған оқтауыңды бере қойш. Ас салып бір іңкәл жаза қойын дегем. Іште қыздар бар.
солардан алшы. Бар ма? Ай, бере қоя ма мен сұрасам? Берет, алсаңшы енді. Келін. Сәлем берген алайын. Қалайсыңдар? Оқтау бере қойшы. Берсінші. Кешке дейін абаттан бер жіберем. Қалайсыңдар? Қыз сен ауылсың. Жүр үйге. Маған көмектесесің. Кешке кетіп әлі жоқ, не? Қайтпа үйге. Айтпақшы, бұл кісі мен мамам. Иә, көрініп тұр. Ұқсаймыз ба? Иә. Я бәрі солай дейді. Сен маманы тартқан жайлы қыз екенсің деп. Қой, мен кеттім үйге. Көрсеміз ғой қыздар. Осы қыздың қасында жүрген сендердің миларың мықты екен. Ой, үйреніп қаламын шенге. Жеңге не ғой? Мама 2 жұмыртқа сұраған. Райхан апа. Мама қорытты, ұн сұрап еді. Ой. Райхан апа не ғой? Ой, Енабат. Осы сен не қойыңнан қорқам? Тағы не болып? Жай өзім ғой. Қызым тәк. Айта ғой, не керек? Не ғой? Мама аз-маз картоп сұраған еді. Ала ғой. Айттым ғой. Пияз керек емес па? Жоқ, пияз үйде бар. Рахмет, пока, ертең келем. Нағылса, осы пешурмақты біздің үйін жей салмады ма? Сұраса жасап береміз ғой. Қой қызым. Өйтіп көңіліңді тарылтпа. Болмай қалған шар үйлерінде. Қолыңда бар болса көмек қыл. Кең болсаң кем болмайсың деген. Оның үстіне көрші ақысы тәңір ақысы деген бар. Қандай да бір жағдайда ең бірінші болып көмекке көршілерің келеді. Сондықтан көршілермен арадағы қарым-қатынасты ешқашанда суытпа. Ой, менің анам алтын ғой. Маралдың қасында жүрсе мақалдап шығады. Ай, қызым. Айтпақшы, Марал қайда? Марал ауылына кеткен. Ата-анасын сағынған шығар. Ауылдарындағы мектепте балдар азайып қалып, жабылып қалыпты. Біздің үйде жатып оқып жатыр. Барып келсін, сағынған шығар. Қане, тездетіп кешкі асты дайындаңдар. Демалайық. Таңертең ерте тұруымыз керек. Тұр. Мама, сөйтесің тұрға барайықшы. Барамыз. Жаным менің. Бота ханым, ауылда қаламыз, Ауылда атқа мініп ойнаймыз, Апырай, Батырым менің. қазіргі жастар тек балдарын еркелету бөліп бара жатыр. Таң қалам. Кезінде біз үлкендердің көзінше баланы еркелетпек түгіл иіскеуге қысылатынбыз. Арманжан, жүр, әжеңнің қасына жат. Ой, Ботақы, менің қошаққан. Ой, ол деген. Жүр, кеттік бә. Ай, қара қыз, жүр менің жаныма жат. Марал жоқ, қорқпайсың ба? Жоқ, анашым қорқпайым. Қорқпайым дейді, жүр онда екеуміз де қорқпаймыз, Жүр. Сағыныш, сәлем, қалайсың? Ауыл қалай? Бізде театрда бәрі жақсы, сенің рөлдеріңді Раушанға берді ғой. Айтпақшы, бір айдан соң жаңа режиссер келеді, Алматыдан. Соған үлгершей. Ансар. Ансар, пожалуйста. Апамды қалауы көшіруді көндірейікші бір нәрсе қылып. Сағыныш, біз сөйлестік қой. Апам көнбейді бәрібір. Менің арманым ше. Арманды басқаға айырбаста. Қалай? Мысалы, осы ауылдың ең сүйікті келіні болуды. Ауылға деген махаббатымды оят. Ой, сен білесің ғой, мен үйде отыра алмайтынымды. Ішім пысып кетеді. Отырма. Не істеймін мен? Жұмысқа шық. Қайдағы жұмыс? Дүкенші бол. Дүкенші? Кетші. Бір соңғы жұмыс істейді ойнамай. Тоқта, таптым. Тұршы, тыңда мені. Қара.
Мен ауылдың адамдарын жинап алам да, халық театрын құрам. И сосын қойылым қоям. Ей, не болды? Сен бе? Енді кім? Біздің ауылдан Қай жерде енді? кім ойнайды оны? Адамдар ойнайды, кім ойнайды несі? Куба ма? Ей, бергішей. Таксист Мора? Апа, Саймберг. Қала бармайсыз ба? Срочно. Бармайсыз ба? Жақсы. Жүріңдер қалаға, Нағымшысыздар ауылда? Әлде Сашка ма? Мен танымайды екен бұлар. Сонда сен, ой, кім ойнаса да бәрібір емес пе? Маған сенбей тұрсың ба сонда? Мынау сказка енді. Сказка емес. Хорошо, давай келсек. Егер де мен адамдар жинап, қойылым қойсам, сен апамды қалаға көшуге көндіресің. Ал егер қолынан келмесе, онда өмір бақи осы жерде қызмет етемін ауылға. Ал Арманжан, су дедің, су іштің. Енді бекла, қане көзін жұм. Әже. О, құншағым, не болды? Кіштен. Ой, тоба. Мана неге айтпады? Бар тұр, әкелейін. Келістік па? Келістік қой? О, Әке, балам, как раз давай, кел, қолымызды кес. Енді осыдан кейін ойланып қалдым деген болмайды, түсіндің ба? Не? Ой, өзінше. Көрде тұр осыдан кейін. Инабат, адам шошыттың ғой, таң атпай не істеп жүрсің? Ұлдайды апамды ұйықтап жатыр әлі тұрған жоқ. таң атпай? Жеңге, ауылдатан баяғыда атып кеткен. Ақырын сөйлесейші енді. Сосын Райхан апа да ұлдай да сыртта жүр ғой. Қалай? Солай? Сыртта? Жаным, келдің бе? Иә. Ауылдың малын апарып қостың ба? Иә, апа қостым. Неге? Бүгін кімдер бағып жатыр екен? Бүгін Аман ағаны балдар бағып. Мынаны шануарды апарып сосын суарарсың, жарай ма? Сәлем бердік. Қай уақытта тұрып алдыңыздар? Ерте тұрдық. Біз Алла таңмен жарысып тұрамыз ғой. Жүріңіз шай ішейік. Жоқ, айналайын. Біз ертемен тұрып шайымызды ішіп алғанбыз. Ана күйеуіңді оятып, өздерің іше беріңдер, жарай ма? Жақсы. Не ғой Ұлдай? Маған ауылдың мәдениет үйін көрсетіп жүресің ба? Жеңге, ренжімеңіз, бүгін қолым бос емес. Айттым ғой, басты. Қойшы өзің асықсыш. Асықпын ғой. Рука, тоқта. Мен тұрамын да бар. Ералы, Асланмен бірге шығасың ба? Ой, қойшы, брат. Сенікі баққаны төбелестіру екен. О, жігіттер. Мәдениет үйі қай жерде екенін айтып жүресіңдер ма? Мәдениет үйі ма? Иә. Мәдениет үйі деген біздің үйдің қасында ғой. Ал сенің үйің қай жерде? Менің үйім мәдениет үйінің қасында. Жақсы, мына жол қайда барады? Мына жол ешқайда бармайды. Бұл ауыл болып құрылғалы жатыр ғой. Дым күлкілі емес. Сен кімнің үйіне келдің?
Аңсардың үйіне келдім. Аңсар? Қай Аңсар ол? Сағыныштың күйеуі. Сағыныш деген кім? Аңсардың әйелі. Өштің бе? Аңсар. Қарғам ау қайдан келдің, қайдан көрдің? Ақ үрпе балапаны сайран көлдің. Жанымды жазалама, мазалама. Жеңілген махаббаттан майдан көрмін. Адал сезім алдамай, асау жүрек жанғанай, жылап қалған қалқаны, еске салдың қарғамы. Арман, арман, арман ай. Сәлематсың ба? Саламатсыз ба? Сіз кімді іздеп жүрсіз? Мен осындағы шаралар жөнінде кіммен сөйлессем болады? Маған айта берсеңіз болады? О, сіз ұйымдастырушысыз ба? Иә. Жақсы болды ғой. Менің есімім Сағыныш. Осы ауылға енді уақытша келген ғой. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осы ауылдың адамдарымен бірге бір қойылым қояйын дегем. Менің есімім Берік. Халық театры ма? Иә. Сіздерде бар ма не? Халық театры ма? Иә, біздерде бұрын болған. Қазір жабылып қалды ма не? Сол соңғы рет 99 жылы ойнады деп естідім. Сіздерде музыканттар бар ма? Иә, айтсаң мен қосам ғой, иә. Сонда сіз ұйымдастырушы әрі музыкантсыз ба? Енді солай болып тұр ғой енді. Маған көмектесе аласыз ба? Әрине көмектесем ғой. Жақсы болды. Енді мәдениет үйінің басшысымен кездесіп рұқсатын алсам екен ғой. Қалай ойлайсыз, берем екен? Рұқсатын берді. Енді ол кісі өте адамгершілігі мол адам. Оны қайдан білдіңіз? Мен ғой. Түсінбедім, кім? Бастық. Сіз? Иә. Рахмет. Айналайын. Ансар, осыдан көрде тұр. Қойылымға дайындықты бүгіннен бастап кетем. Сашка! Сашка! Сағыныш дегенім ғой. Әлі отырсың? Адам жоқ. Түске дейін келмеген адамдар енді түстен кейін келмейді. Мен мына клуб жауып, үйге барып тамақ ішуім керек. Жақсы. Саламатсыз ба, апай? Сіз
театрда ойнағыңыз келмей ма? Жоқ. Саламатсыз ба? Аға? Ағау! Саламатсыз ба? Ойбай, не? Неғып тұрсың? Сіз театрда ойнағыңыз келмей ме? Тоққа соғылатын жай жоқ. Бар сары қарай. Жеңге, қалайсыз? Сәлем, Олдан. Сен не істеп жүрсің, Ажда? Жай, достарыммен серуендеп. Мені қош, сіз ше ауылдың шетінде жалғыз өзіңіз не істеп жүрсіз? Қаланы сағынып қашып кетейін деп жүрген жоқсыз ба? Қандай әдемі аттар? Анау кім? Досым ғой. Оның атын сіз мініп көрсін деп сұрап алдым. Досым? Ой, жеңге, қойыңызшы. Жай ғана досым. Ауылдың жастары рахат, атқа мінеді. Басқа ауылдарды білмеймін жеңге, бірақ біздің ауылдың жастары да, үлкендері де атқа жиі мінеді. Негізі атқа мінген рахат қой. Таза ауада ойың сергіп, өзіңді нағыз еркін, тәуелсіз адам сезінесің. Білесіз бе? Біздің ауылдың бүкіл үйлеріне интернет жалғанған. Бірақ телефонға телміреп жатырған бала жоқтың қасы. Бос уақытымызда осылай атқа мініп серуендегенді ұнатамыз. Кезінде әкем айтады. Шеге тағаны ұстайды, таға атты ұстайды. Ат ерді, ал ер елді ұстайды. Сондықтан ауылымызда атқа міне алатын жастардың көп болғаны жақсы. Сен сөзге шебер екенсің ғой. Жарысамыз ба? Көрейік. Жүр. Қалайсыңдар? Не оқып? Не үшін шақырдыңдар? Ұлдай, қош болып баста ұрып жүрдің ғой. Қыздар, сендердің көмектерің керек. Олайым деп, сәмекін қаштым. Не істейік? Шай қайық па? Бесік жырын айтайық. Ой, Инабат, қош болды, ойынсыз. Мен бүгін жеңгемнің көңілсіз күйін көріп қатты аяп кеттім. Бекер көмектесіп едім бар ғой. Білесіңдер ме? Жеңгем нағыз өнер адамы сияқты. Ол біздің ауылда тұра алмайды ау. Сол үшін жеңгеме қойылым ойына көмектессек. Қалай? Ой, осыма сенің әлі бері шауып айта алмай жүргенің. Қызықсын сен ше? Болмайтын нәрсені проблема қылып шешіледі ғой. Мен бір ұйықтай алмай жатырмын дегенге түсінегі біреу көріп жүрме екен деп дәретіңді ал, білетінді оқиын деп келатсам. Мына мың бір мақал нағып ішіне етпет, нағып аузын бұған өздей. Үндеме өтсің, айтшы мақалдарыңды. Жаңбыр жауса жер басып қалады деп па, бірдеме дейтін едің ғой. Инабат, Олай уайымдамаш бекерге.
Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамас дейді. Шешіледі. Айттым ғой, келді ғой. Қойылымда қойылады, жеңгемнің арманда орындалады. Арман орындалады дегенде кетпесін ешқайда. Қалсын ауылда жарым ба? Осында суға батсың, үстіне тас түссін ба? Қалай еді? Осындай батып судай сынсын дейді. Қысқасы қыздар, сендерге сендім. Онда ертең таңертеңнен бастап жеңгеме қоштар жинап берейік. Ол үшін шақырдыңдар ма? Қызықсын сенше, болмайтын нәрсеге. Қой жеме қастарына қонам. Кім? Мен бір мақал. Өтініш саған. Ұйықтар алдында кітап оқымаш. Ана мақалдардың түнімене құсырап айтып шықтың ғой. Нема? Жоқ, түс. Сенен басқа кітап оқитын адам бар ма? Ой, қайсы мен салайын? Бар! Не? Марал, сен бар қыз. Ей! Не сөйтсің? Сонда сұрап етпесеңдер? Сон айтам. Мә, сен шашпадың да? Ұлдай, ат қайда? Ұйқылая жүріп, айырылып қалған жоқсың ба? Жоқ, демалсын деп жібердім. Дұрыс бопты. Әйтпесе көп мінсе, бүйтіп жүресің. Ой, одан жақ қыздар. Шаруаға кірсек. Үшеуміз үш жақтан уақыт өткізбес үшін өнерге қызығушылығы бар балалар мақалдар жинай берейік. Кеттік, қабырап. Қалайсың? Апанды шақыршы тез. Қай апам шақырайын? Мә, сендер үйде 5 қыз екенсіңдер ғой. Барлық апан шақыршы. Ойлаңдаршы қыздар, ертең сендерді бүкіл ауыл танитын болады. Сіз де таниды ғой. Ауыл кішкентай емес пе? Басқа ауылдан таниды дегенім ғой. Сонымен қатар өздеріңе жақсы емес пе? Басқа ауылдарға шығасыңдар, қойылым қоясыңдар. Ол үшін бізге сонда ақша төлей ме? Меңді қыз. Қойш, бұл қатыспай-ақ қойш, рахмет. Мә? Жай сұрап жатыр қой, не болсын шама? Сұрамашы, не істейсің? Күнсұлу қатсам, мен қатсам. Нұрсұлу қатсам, мен де қатсам ғой. Айсұлу мен Күнсұлу қатсам, мен де қатсам ғой. Кім? Солар тоқтаңдаршы. Бұл анау қатса қатсам деген эстафета емес қой. Кімнің шын қызығушылығы бар, соны аламыз. Мүмкін бізден аппақ қатсар. Айсұлу, шай қойдыңдар ма? Қазір қойғалы жатырмын. Ей, әлі жүрсіңдер ма? Болсаңдаршы, папа ренжиді ғой. Енді мұндайына бат келіп, театр дейма бірдеңелерді айтып. Мәл керек болса, мен не сен жаққан отыңды үрлеп өшіп тұрыппын ба? Қызықсың? Қой, сен қате адам екенсің. Қалайсың? Күшті өзің қалайсың? Аппақ шынымен ағарпассың. Қойшын ба? Мен де крем жақ жүрмандай. Қараны ағартатын, ақты жоқ қылатын. Сондай крем қолданып жүрмін. Африкада жаңа хит болып жатыр дейді ғой, аласың ба? Қойқышсың. Құдайға шүкір ақпыз, сен қасында. Қысқасы, театрға қатысасың ба? Ұлдайдың жеңгесі ауылдан театр ашып жатыр. Қыз басыңмен май-май болып жүресің ба, машина ондап? Театр нес? Сен де айттың ғой, мына қолдар кілттен басқа ештеңе ұстамаған ғой. Оның үстіне ондайтын машина көп. Ана, Марат Ақаның подшипнигі шашылған, Ерланның гранаты кетіп қалған, еще Қасым ағаның генератор тоқ бермей тұр. Мә, сабақты үйісті оқымайсың. Ойланып көрш, май-май болып жүргеннен жақсы ғой. Ой, я, ерігіп жүрмей мен саған. Папаға көмектесіп жүрмін ғой мен. Мама-ау, 6-шысын бал өтпей қылып алып келші. Ұлдай? Ау.
біреу таптыңдар ма? Я, мен 5-6 қызбен сөйлестім. Ойланамыз деген жерде бол. Бөлінгеніміз болмайды. Бүгінше демалайық, ертеңнен бастап бірге істесек. Сөйтсек онда. Ай, балам, не істеп отырсың? Жеп үлгересің. Одан да бар, қойларың шығаршы. Марал, тездеші не істеп кеттің? Шықтым, күтіңдерші. Қазір бар ғой, таспақа десе ренжит бар ғой. Ойя, сен дейсің бе кішкентай нәрсеге ренжитін? Жоқ, енді сонша ұшырап не болды? Бәрімізден ерте тұрдың, соның өзінде жай шықтың. Жоқ, сонша қайда асығасың? Біле білсең, асықпаған арбамен қоян алады деген. Кім? Арбанда, қоянда өзіне шаруаға кірсекші. Айтудан шаршамайды екенсіңдер. Одан да неден білсем соны айтыңдаршы. Мен білем. Айтпақшы. Тағы не болды? Райхан апа Арманды алып кетіңдер деген. Ол қайда? Арман! Жүніс кеттік. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек? Болмайды ғой. Мынаны уже 4-ші рет шақырып жатсыңдар ғой. Бегарс, мен сені жібере алмаймын. Жібер. Мен шақырсам мен неге бар? Мен неге шақырмайды? Сен кішкентайсың ғой. Ана қолдардың астына өтіп кетесің. Барамда біреуін алып келем. Әкелші ана қала. Дәмесінің зорын. Сен жалпы айнаға қарайсың ба, Сейтпеш. Болыңдашы, беғара шығыш. Көрейік ал. Ой, болмайды ғой. Сендер не осылайсыңдар? Қойыңдаршы, ойнамаймын. Қыздар жүріңдерші, одан өзіміз ойнайық. Бегарс. Осы біздің қыздардың планетасы төмен, да? Жоқ, енді қараш. Не ойнан ау? Осы жаңа бірге ойнадық қой? Шілей резинка ойнап кетпеген жанымыз. Басқа қыздар ұсап, тик-ток түсіріп, телефон көрмей ма? Бірақ ауыл десең осы. Ерала, негізі осы ойың бар ғой, мүлдем қате. Қарашы, қандай әдемі жарасып тұр. Біздің ауылдың қыздар тик-ток түсірмейді емес, түсіреді. Бірақ орнымен. Керісінше, ауылдарға осындай ойындар керек. 7-8 оқитын қыздардың телефоннан түспей, ана жігітпен бір, мына жігітпен бір сөйлеп жүрген жақсы ма? Балалығын балалықпен өткізген адам бақытты. Олар таза бақытты қыздар. Ал ауыл туралы айтқаның, ол мүлдем қате. Себебі біздің ауыл ең мықты ауыл. Әкем біздің ауылды сақталған ауыл деп жиі айтады. Сондықтан қалаға оқуға асықпаңдар дейді. Досым, ауыр айттың ба дедім ғой. Маған тик-токқа түсіріп сал жерсе, хит боласын. Ауыл туралы ауыр айтқан бала деп па? Жоқ, сенің сөзге шешен досың деп па? Жос кетеді. Сәлем, қалайсыңдар? Қанжылым, сендер? Қайнап тұрқ. Кілең қыздардың арасында екеуі не істеп жүрсіңдер? Балдарға баратқанбыз. Со жолай қыздарды көріп қалдық. Балдар қайда? Ауылдың сырт жағында. Бізге балдар да керек та. Көп па кімдер бар? Бәреді ана Сарко бар, соны білем мен. Ана Аза бар, Пәшөк бар.
Сары бар. Малыш бар. Құлақ бар. Сендер ше? Ол менен Қытай. Оныкini құлағы, менікінен дәу. Пелмен құлақ таза. Жұрт тесікке қарап күледі деп еді. Жақсы онда сендер бара беріңдер, біз қазір арттарынан барамыз. Не екенін айтпадыңдар ғой. Пайдасыздарды ауылдан шығарайын деп жатыр дейді ғой. Кетіп қала жүрме. Десе өзіңе қаралшы, ана құлағың туылғаннан емес өтірікті айтып лапшаны іліп дәу болып кеткен білесің бе? Кетті құрсын. Үлкетті. Инабат, сен неге үнемі осылай жағаласасың? Соны айтам. Қазір менің кезегім еді ғой. Сендерге не болды? Ойынға болайын. Инабат, қош бол. Қыздар. Мен өйтсем керек. Жеңгем актриса еді ғой. Сол ауылдан театр ашып қойылым қойғалы жатыр. Соған қатысып көрсеңдер. Қандай қойылым қойғалы жатыр? Әзірге белгісіз. Оған бойымызда өнер болу керек қой. Бастысы қызығушылық болса болды ғой. Өзі көмектеседі. Барып көрейік онда. Я, бамыстан көрейік, несі бар? Егер өтіп кетіп жатсақ, сабақтан сұрап алатын шығар да. Ескертетін шығар, немесе сұрап болады. Да, қыздар, бәрің барғалы жатсыңдар ма? Соны айтам, Дана, бізде барайық. Одай, бізге бола ма? Әрине, сендер келіп көріңдер, сосын жеңгем өзі керектерін таңдап болады ғой. Онда бізде барамыз, Иә, барамыз. Рахмет көп-көп. Онда ертең түстен кейін мәдениет үйінің алдында күтеміз сендерді. Қыздар, кеттік балдарға. Давайте. Үш кеттік. Ну. Арман не істейміз, шаршайды ғой. Соны айтам, өзі сары одан сайын сап-сары шықты. Шаршадың ба? Чуть-чуть. Не дейді? Чуть-чуть. Кім ақа? Ұмыт оршын, қарасай шаңыраққа. Чуть-чуть емес, аздап же. Ну, да, аздап. Мә, мұнауын қоймайды ғой. Ну, да емес, я аздап же. Я аздап. Бәсе, әйтпесе біздің ауылда вообще орысша сөйлеуге болмайды. Не істейміз? Үйге айтамыз ба? Қайда үйге? Қас күт. Сарваның қайсың? Жақсы. Мен де жақсымын. Ештеме. Мынау менің інім Арман, соны өзімен бірге алып кетші, бірге ойнасын. Өзім алып кетем сосын. Бара Арман. Уайымдама, өзіміз алып кетеміз. Ал, бір шаруа шешілді. Кеттік. Не жақсы, дүниеде дала жақсы. Көп жылқының ішінде ала жақсы. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пештің есігінде қылып болмайды. Жақсы сөзді жаттасаң, хақ болар ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болар ақиқат. Жақсы тайды баптасаң, ат болар ақиқат. Үлкендерден бат алсаң, бақ қонар ақиқат. Ендеше бәйгеге шабатын шабандоздарымызға сәттілік тілейміз. Ал ендеше бәйгемізді бастайық. Шабандоздарымызды таныстырсам. Ал ендеше қарсы алыңыздар. Бірінші нөмірлі шабандозымыз Сұлтан, тұлпары бүркіт, Арманның аты. Екінші нөмірлі шабандозымыз Талап шаруа қожалығынан Күрең қасқат атымен Тасқын. Үшінші нөмірлі шабандозымыз Салқар, Саңылақ тұлпарымен Шетен шаруа қожалығы. Төртінші Жандос шаруа қожалығынан Гүлсары тұлпары, шабандозы Санжар. Бесінші Асқақ шаруа қожалығы, жылқысы оқ жетпес, шабандозы Аслан. Соңғы шабандозымыз Сәкен, ауыл жылқысы Айторы. Ер жігіт жүрегін халқына береді, жанын Аллаға тапсырады. Намысын ешкімге бермейді демейме. Сондықтан намысты қолдан бермеңдер. Ал, 1, 2, 3. Қасым, жіберме шаналарды! Қасқа, бір есек па бірдеме алсақ айтеді. Осылардың аяқтары кектік ау. Аяқтардың бәрі шан-шан болып құрсын. Ей, Инабат, анау сен сыныптасың емес па да? Шалқармен? Ой, я сол ғой. Шағырым құсап келіп, құттаққандайлардың арасында нағып жүр. Осымен бір класста оқитын деп. Өзімді қимеймін бар ғой. Жүр кеттік жақындайық. О, қыздар, қалайсыңдар? Бәйге көруге келдіңдер ма? Ой, Ян, шалқарды қолдап келдік. Онес, жүрегенді кентаврлардың бәйге сыңар. Кентавр деген не ол? Кентавр деген сендер сияқты денесі адам, аяқтары аттарды айтады. Сондай болған кейін жоғалып кеткен. Сендер де жоқ болып кетпеңдер. Шаршамайсыңдар ма? Жоқ, рахат қой, айта.
Қайдағы рахат, аяқтардың бәрі шан-шан болып, өкпелерің өшіп. Шалқарсаға не жоқ? Келесі жылы 9 оқимыз ғой. Ой, шаруаларын тез айтыңдаршы, біз де жарысайық. Күші қайда сығасың? Соны айтам, тігіп қойған жүлделерің бар ма? Бар не? Соны айтам. Әлін тұр ғой. Неге күлесіңдер? Осыған бала өкпелеріңді қолдарың алып шабасыңдар ма? Бір мақал айтып жібермедің ба? Сендер қызықсыңдар. Неге расымен атқа қызықсаңдар, сабаға бармайсыңдар? Ол не? Саба ол этно кешен балаларды ат спортынан жаттықтырады. Қойшы, ондай да бар ма не? Тағы не бар? Ол жерде атқа отырып үйретуден бастап бәйгеге шабуға дейін барлығы бар. Бәйгеге шабу? Иә, сосын теңге алу бар. Теңге алу? Сонда теңгенің бәрі өзімізде қала ма? Ол жай ат спорт тұр ғой. Кезінде ата-бабаларымыз жаугершілік заманда қолынан түскен қаруларын тез алу үшін жаттыққан. Кейіннен спорт түрінен енген. Сосын аударыспақ бар. Аударыспақ? Иә. Шалқар, сен әдейі істеп тұрсың ба? Қайта-қайталап? Тағы не бар? Қысқасы көп анда. Асау үйрету бәрі бар. О, менде барам онда. Атауы қалай еді? Маған да баруға бола ма? Әрине болады. Атауы Саба этно кешені. Қысқасы жігіттер, ауылдан театр ашылайын деп жатыр. Соған өнерлі балалар керек. Мен бармын. Не істеп аласың? Күле алам. Күлі шал. Сен келшімізге жарай ма? Жігіттер, ойланыңдар, жүндер кет. Анандай соқ бесеуін алып береміз. Қош, онда барам. Сәлем, қалайсың? О, сәлем. Шүкір, өздерің қалайсыңдар? Күшті. Сәлем, жақсы. Күшті болып кетіпсіңдер ғой. Қашан келдіңдер қаладан? Студент болған қалай екен? Да, өзгергенбіз бә? Мә, студент болған күшті ғой. Мықты. Бізде де студент болсақ қой. Не аласыңдар? Пицца жоқ па? Мә, сен де сұрадың ғой. Одан да нан алшыш, бүгін нан тегін. Қойш? Нан тегін ба не? Тұрып қалған ба? Сен де айтасың ғой. Тұрып қалған нес? Жақсы жасау дейді бұны. Добрая дело. Дұрыс қонда. Бізге бір сок бер, сосын сағыз, қанша, сосын бір нан. Так. Бес жүз алпыс. Кеттік. Жақсы, рахмет. Сау бол, пока. Сәлеметсің, маған нан бересіз бе? Одан да сок алшыш. Ой, мама мені нанға жіберді ғой. Нан тегін аламын. Мә, нан тегін ба не? Одан да сағыз алшыш. Ой, маған ақша керек. Сау бол. Шынымен нан тегін ба не? Иә, деймін. Онда болды ғой. Нан бар ма? Бар. Нан тегін ба не? Иә, деймін. Онда екі берші. Жоқ, әрбір адамға бір өзен. Жақсы, сау болыңыз. Нан неге тегін? Керек па? Беріңізші біреу. Нан тегін ба не? Біреу беріңізші. Нан тегін деген шын ба? Бүгінгі ма? Маған бір нан бере қойшы. Тегін ғой терді? Мә, нан тегін ба не? Свежий ма?
Балғын. Жақсы, бір нан берші онда. Мама бар ғой, сен магазинді мақтайды ғой, іші жақсы, тап-таза дейді. Жо, Жансая, ренжімейме, қарызға жазбайым. Жақсы, қазір. Бегарс, папа маған велик алып берді. Сол великті 30 мыңға сатам да, үстіне чөт-чөт ақша қосып, электронный самокат алып алам. Самокатты сатып, мопед алам. Мопедті примерно 200 мыңға сатам да, PlayStation алам. PlayStationға 2 ойын қосам да, 500 мыңға сатам. 500 мыңға нормально бір 4 күнде болмайым ба да. Астында 4 қалтамда ақша. Пашка, гарч, қалай? Ей, бизнесмендер, жұмысшы керек емес пе? Сар сендер мұнда екенсіңдер ғой? Осында жүр ғой, кіріңдер. Кет. Қош келдіңіздер. Айсы. Қалайсыңдар ей? Қайсыңдар ей? Қайсыңдар? Күш көп болсын жігіттер. Жоқты болсын сендерге. Көріңдер сендерді. Әкел. Айтпақшы. Бектұрса өткен жана қожаймен кері шықтың ба? Қалай етік болған қол? Содан кейін әлі көрген жоқ мана болған. Сол сені алып тастайды отыр ғой. Кім айтады? Кім айтып отыр? Кім айтады? Балдар айтып отыр үй жақта. Екі. Қожа әйтеуір Бекнұрдан 1 жас үлкен ғой. Отылса да реніш жоқ. Сен сияқты өзінен 1 жас кіші балады таяқ жеген жоқ. Мен бе? Таяқ жеген жоқпын мен. Сол уақытта сәл астына түсіп қалған болмаса. Сосын үй жақтан күтіп алдым ғой. Дір-дір етіп тұрады. Бірден. Енді аяғын жинап жүр дедім ма? Тап солай еттің бәне? Тап солай еттім. Өтірікті айттым. Шын айтам. Күн шығып тұр ғой. Мен нан жоқ такам, ұстап тастайтын едім ше. Мадес. Бұйырса кешке футбол, сонда көреміз. Барлық балалар жиналады сол уақытта. Кешке ма? Кешке маған папа баняға барасың деген. Бегарс, қойшай, ондай бір оқиға болмады ғой. Мен сен 24-те жеті қасындамын ғой. Кешке қайттан барып қоян сүресін салын деп тұрсың ғой. Айттым ғой, нағын құлағы туылғаннан емес, өтірікті айтып, лапшаны іле-біліп дәу болып кетті. Осы екеуі бар ғой, негізі бірін-бірі тауып қосылғанда. Қотыратқа соқырат десе. Айтпақшы жігіттер, сендерді ұлда іздеп жүр. Неге жай ма? Қаладан ағасы келген ғой. Сары сен өткенде тиістің ғой, соған сияқты. Сары қораға кірді. Қош, онсыз да қорада отыр ғой. Бегарс, саған дауа жоқ екен, қойшай, балдар, қыздар деп айтты ғой. Бейка, қауіпті адам екенсің бе? Жігіттер, тез бітірек кешке дейін. Сосын футболға барамыз, футбол ойнайық. Өткенде мен осындайды бар ғой, жалғыз өзім 2 сағатта өтіріп тұрдым, білесіңдер ме? Давай, істепсекші. Жоғары лақтыршы, төмен лақтырасың. Ой, қойыңдашы, іш пысты. Одан да тик-ток түсірейік. Давай. Қандай тренд түсіруге болады? Давайте мынаны түсірейік. Ой, ол тренд емес ғой, басқасын түсірейік. Неге? Одан да мынаны қараңдаршы. Қазір көрсетем. Бастап түсір жатсың ғой? Ой, түсіріп отыр. Бастасаңдар. Ендеше достар, сіздермен бірге бүгін мен Шарпани, Шопи, Дияш және Арманчик. Достар, бүгін біз ерекше тағамның рецептісімен бөлісетін боламыз. Және тамақтың атын сіздермен бірге қоятын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге су керек. Сосын таза топырақ саламыз. Топырақты таза салама, балшық деген өзі лас емес пе? Суға жапырағымызды саламыз. Так, араластырамыз.
Оған дәмін келтіріп, жапырақтарды үгітіп саламыз. Иісін қараңыздар. Иісі деген бөлек енді айтамадым достар. Мә, бұрындарын жасамасыңдердің. Ал енді тамағымыз дайын. Атын не деп қоямыз? Ламық. Қойшы Арман, одан да тағамымыздың дәмін татамыз. Енді балық сөйлемейтін шығармыз. Өтірден былай қара. Арман, қалайсың? Арман, қалай ойнадыңдар? Сендер не балшық жегенсіңдер ма? Арман, сен жеп қойған жоқсың ба? Қой жоға, жарым емеспіз ғой. Қой, анама сенде немере қайдан тауып берейін, жүркеттіге қайтамыз. Арман, қасы, қазір лимонад жасаймыз. Рахмет. Шықты ғой. Алдай Арман ұйықтады ма? Аузын ашып ұйықтады отыр. Жеңген қалай? Білдіртпейді, бірақ сол баяғы байыммен жүр. Қысылма, балдармен хабарластым. Олар ертең келеміз деді. Сондықтан ертең жеңген көңілге көтеріңкі болады. Жұмыс бітіп қойымды ма? Сағыныш. Осымен бәрі бітті. Қойылым да, арман да, қала да бәрі жайында қалды. Сен қолынан түк те келмейді. Олай демеңіз, жеңгем. Керісінше барлығы енді басталды. Ал, қандай қолын қоямыз? балалар фильмінің премьерасы көрерменге жол тартты. Сонымен қатар 20-ға жуық қыз бала тұңғыш толық метражды фильм көрерменді бір жылатып бір күлдірді. Бұл жас талап өнер білім орталығының Тырнақалды туындысы 2 жыл бұрын Зачаган кентінде. Қызым, не болды? Ұзақ ойландым ғой. Ештеңе. Айт қане. Әлде аңсар ренжітті ме? Жоға, қайдағы? Просто ауылда қойылым қойып жатқанымды білесіз ғой.
ол жерде кілең оқушылар ойнайды да, үлкен кісінің рөлін ойнайтын адам таба алмай жатырмын. Ешкім келіспей жатыр. Жүр қызым. Саған кім керек екенін мен білемін. Жүр. Сәлем, қалайсың? Күшті, өздерің қалайсыңдар? Мә, бүгін көбі көрінбейді ғой? Қалайсыңдар қыздар? Сәлем. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Мә, балдар сендерде бүгін қойылым емес пе? Жоқ қойылым, ертең ғой біздер. Домбыра, бүгін өлең айтамыз ба? Ой, сен айтма. Сол айтам. Сен айтсам бір қайдағы жоқталар есіме түседі. Қойш. Алдында өтеген ағай мақтады ғой. Ол ағай қайдан білсін? Еңбектен бермей ме? Болды. Ағам, өзін айтшы. Қандай ән? Көз мұншаң қолындағы, көз мұншаң өзгеріпті. Қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлде кімнен бұзылыпты. Көз мұншаң қолындағы, көз мұншаң өзгеріпті. Ағау, ауыл туралы айтасыз ба? Студент болып жүргенде ауылды қатты сағынатын едік. Сол ғой, қалада жүргенде ауыл сағынасың. Ауылға келсен, кеткің келмейді. Мә, айтпақшы, сендер бәрің студент екенсіңдер ғой да? Ал онда тыңдаңдар. Өскен жүрген ұям бәрінен бек бағасы. Жайықтай жайдары ағынды судың жағасы. Көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Ауылым-ай жердегі жанатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлдем тең келмейтін, бәріне де ашық есігім. Қошағында мәпелейтін алтын бесігім. Сағындым ауылым, самал желескен далаңды. Сен жайлы саламын көккеде жатқан баранды. Естейсің білемін ер жетіп өскен балаңды. Шет кетсем өзіңнен көретін күнім қараңғы. Балам, ән тұр ғой, күн жарық қой. Бар? Ана серік ана, біздің үйдің артында бір жылқы тұр ғой, сенің жылқың емес пе? Ана біздің неге сүйеніп тұр ғой, қораның артына. Ана құрттаған ба табанының астынан қарандаш жаққа апарып. Жүре алмай қалады, ертең шаба алмай. Аңсар тұрған соң Арманға тамақ бер жарай ма?
Мен мәдениет үйіндемін, бүгін спорттың соңғы күні екен, білесің ғой. Келіп тамашала, давай. Ауылым ай жердегі жаннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлдем тең келмейтін, бәріне де ашық есігім. Құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Құшағында мәпелейтін алтын. Неліктен жақсылықтың бастауы азайып бара жатыр деп ойлайсың? Келіме берейін. Ой, келіме берейін. Асқаған жаным. Құрметті ауылдастар, бүгін міне біздің ауылымызда тамаша дүние болды. Мен өзім ризамын. Әсіресе замандасым Райханға қатты ризамын. Мына ауылдастар көбі білмес. Райхан кезінде ауданымызда халық театрында ойнаған. Кейін тұрмысқа шығып, бәрін қойып, сахнаға шықпай қойған. Біздер көндіре алмадық. Енді міне араға бірнеше жылдар салып, өнерге деген махаббат оянып, сахнаға қайта шығып тұр. Ал осы сахнаға шығуға көндірген Сағынышқа көп-көп рахмет. Балаларға сәттілік тілейміз. Біз қолдауға дайынбыз. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздерге алғысым шексіз. Баршаңызға көп-көп рахмет. Ең әуелі осында келіп, мені ең бірінші күннен қолдаған апама рахмет. Одан кейін Олдаш бастаған оқушыларға көп-көп рахмет. Бүгін менің арманым орындалды. Менің арманым осы, таңдауым да өнер болған. Енді осы ауылға келіп, мен біраз нәрсені үйрендім. Сондықтан сіздерге ауылды ауыл ретінде сақтап қалғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ендігі менің арманым осы ауылға деген махаббатымды арттып, театр өнерін дамыту және де осы ауылдың ең сүйікті келіні атану. Сағыныш, жолдарың болсын. Ауылдың намысын жібермеңдер. Әмин. Ал, балдарым. Ақ жол, жүлдемен оралыңдар. Сәттілік серіктерің болсын. Ал, қалай жас талап, өнер білім орталығы жасай берсін. Ақ жол аман барып сау қайтыңдар. Әмин. О, жандар, кел. Бар, бар. О, жан, кел. Бол, жүріңдер.